Армысыздар, қадірлі көрермендер, ардақты тыңдармандар. Қазақтың қасиетті домбырасы ұлттың үні, халықтың жадында сақтаған рухани қазына. Қос шектен төгілген әрбір күй тарихтың сыры, даланың тынысы, бабалардың аманаты. Бүгінгі ән домбыра, жыр домбыра, күй домбыра атты подкастымыздың қонағы саналы ғұмырын қазақ күй өнерін насихаттауға, жас ұрпақты ұлттық өнерге баулуға арнаған белгілі күйші композитор, бүкіл одақтық 2-ші және 3-ші халық шығармашылығы фестивальдарының лауреаты, жоғарғы дәрежелі ұстаз, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі атағының иегері, Кеншілер мәдениет сарайының халық аспаптары оркестрінің ұйымдастырушысы, Кентау қаласының құрметті азаматы Әлімбек Қонысбеков ағамыз. Өнер жолында талай шәкірт тәрбиелеп, ұлттық музыка мәдениетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан ағамыздың шығармашылығы қазақ күй өнерінің алтын қорына қосылған қымбат мұра. Домбыра қазақтың жаны, ол ешқашан үнсіз қалған емес. Бірде елдің қуанышын айтса, бірде халықтың мұңын жеткізді. Сол үнді өмірінің мәніне айналдырған осындай жан бүгін бізде қонақта. Бүгін біз оның өмірі жолы, күйшілік өнері, шығармашылық ізденістері, ұлттық өнердің бүгіні мен болашағы туралы кеңінен әңгімелесетін боламыз. Әлімбек аға, дәстүр студиясына қош келдіңіз. Рахмет. Әлімбек аға, алғашқы сауалымызды өзіңіздің өнерге келген алғашқы қадамыңыздан бастасақ. Мынау домбыраға деген алғашқы қадамыңыз қалай басталды? Рахмет. Біз Тәжікстанда тұрдық. Балалық шағымда сояқты өтті. Ол Тәжікстаннан 61-ші жылы көшіп келдік. Көшіп келгеннен кейін осы жақтан нағашым тұрады екен. Оны көріп, араласып, бір күні үйде жаңағы біздің неміз тексере бастады. Музыкалық қабілетімізді. Оны онша түсінбейміз ғой, не тексеріп атқан. Сөйтсек оны арғақ, қолшапалақтап, дыбыстардың жаңағы есте сақтау қабілеті, память дейді ғой музыкальный память. Слухтарымызды бәрін тексеріп, өй, мына балдар музыкант қой деді. Неғып кетті өзі. Қуаныштан ғой деймін. Сосын ана әпкесі бар, менің шешем, жездесі, менің әкем, соларға айтты, мыналар домбыраға беру керек деп ұсыныстады. Мейл деп ол кісілер көнді ғой. Сосын нағашым домбыраны үйірмесін басқарады екен осында. Оны білмейміз ғой. Сөйтіп мені жетектеп алып келді. Аяғым әлі, орындыққа отырған аяғым жерге тимейді, кішкентай, 12 жаста. Кішкене екем, нашайлауым сонда. Сөйтіп алып келіп, домбыраны ұстатып, оркестрге қосты. Сөйтіп домбыраның үйірмесінен басталды. Менің осы күйшілік, осы өнерге деген қабілетім. Жалпы мынау алғашқы орындаған күйіңіз есіңізде ме? Алғашқы күйім есімде. Осы келіншек күйі, кеңес күйі деген, қосалқа деген күйлер болатын. Солар есімде, соны үйреткені. Соларда үйреніп әйтеуір ары қарай жалғаса берді ғой. Енді әлеке сізді елдің бәрі жақсы күйші, композитор екеніңізді біледі. Осы ең алғашқы күйіңізді қашан және қандай сезіммен шығардыңыз? Сол сәтте мен өмірімді күйге арнаймын деп ой болды ма? Рахмет. Менің шығармашылығым, бұрын енді жаңағы мұғалімдік, ұстаздық жұмыста жүрдім ғой. Менің жаңағы анам 66 жаста қайтыс болып кетті. Жаман аурудан да. Соның әсері маған қатты батты. Не екенін білмеймін, әйтеуір мазасызданып жүрдім. Ойыма келе береді. Сосын түсіме кіре беретін болды. Қайта түсіме кіреді. Жаңағы қазақша Құран оқытамыз. Болмады. Бір күні әуен келді. Сөйтіп күй болып шықты. Шертпе күй дәстүрінде сол анама арнап, ана құдіреті деп күй шығардым. Сол басынан бастап түсіме кірмейтін болды. Міне, өзім таң қалдым ондайға. Бұның ерекшелігі күйдің құдіретіне.
сөйтіп жаңағы біраз тыңдатып жүрдім үлкен кісілерге, апаларға. Бір құдалықта үлкен апа отыр екен, соны сол кісіге арнап тартып бердім да. Әй, мына құдірет қой деді. Әй, мына құдірет қой деп апамыз. Содан ана құдірет болсын деп сол жерде аты қойылды. Мынау енді әрбір күйшінің, әрбір өнер адамының өзінің былайша айтқанда ұстазы болады. Сол сізге ең үлкен әсер еткен күйші не болмаса композиторлар бар ма? Жалпы мынау күйшілік жолға түсу таңдау ма, әлде тағдыр ма? Иә, бұл тағдыр ғой деймін. Мен осындайға жетектеген, өнерге деген мынандай ұстаздарды тыңдап, жаңағы күйін тыңдап, күйлерін тыңдап өсті қой. Мен айтар едім, мен Құрманғазы, Дина Дәулеткерей болса да, жаңа одан кейін мен өте бір тәнті болатын Нұрғиса Тілендиев. Керемет күйлер ғой жаңағы. Ол кісі ол кино, қазақ фильмінде істейтін, музыка жағын басқаратын. Мынау Қыз жібек фильмінде аққуларды жақындату үшін махаббат символы. Аққуды күйін тартты. Әкесінің күйі ғой Тілендінің. Сөйтсе жақындан барып тартады екен, олар жақындамайды, қашып кетеді қайда. Енді қайтеміз дегенде жаңағы колонканы динамикті қойып қамыстың ішінде көрсетпей. Сосын өзі тығылып отырып, алыста отырып тартады. Бір кезде жаңағы құстар жақындап
жақында мойнына асылып жаңағы сол жерде мынау кинофильмде бар ғой, иә міне. Сол кісі таң қаламын мен сондай күйлерді шығарған Нұрғиса Тілендиевке. Одан кейін міне Қаратаумағы өзіміздің Сүгір Әлиұлы бар, Шертпегейдің өзі, Төлеген Момбеков деген кісілер, міне менің осыларды ұстаз санаймын мен. Дұрыс. Мынау енді жалпы жаңа ана құдіреті кейін өзіңіз айтып кеттіңіз, анама арнадым деп. Бұл енді қазіргі таңда тек қана мынау өзіңіздің анаңыз емес, жалпы мынау аналарға арналды деп есептейміз. Иә. Мынау қазақ үшін домбыра жай ғана аспап емес. Ол тарих, ол шежіре, ол халықтың жүрегі дейміз. Иә. Жалпы мынау сіздің түсінігіңізде домбыра тек музыкалық аспап па, әлде рухани құрал ма? Рухани құрал. Әрине ол аспап. Сол аспап арқылы берілетін шығармалардың бәрі ол. Оның ішінде тарих та бар, қуанышы да бар халықтың. Реніші де бар, табиғатта сөйлейді. Рухани құрал деп есептеймін. Дұрыс. Мынау бүгінгі жалпы мынау сұхбатымыздың тақырыбы ән домбыра, жыр домбыра, күй домбыра деп атадық. Енді осы тіркесті сіз өз сөзіңізбен түсіндіре өтсеңіз. Иә. Домбыраның түрлері әртүрлі. Мына заманына қарай кезіндегі, баяғы кездегі домбыраларды, қазіргі домбыраларды салыстырса айырмашылығы үлкен. Оның жаңағы мына ән домбыра дегені абай домбыра дейтін біз бұрын. Ол мына жұқалау болып келеді, жаңағы отырып та тартады, аттың үстінде де отырып тарта береді, әндерді сүйемелдей береді. Сүйемелдеуші құрал ретінде мына. Сосын анау мына домбыралар мына Жамбыл Жабаевтың домбырасы деп атайтынбыз бұрын. Кейіннен жаңағы қозы құйрық деген атақты берілді халықтың ішінде айтылатын. Халықтың ішінде тарап кеткен. Сондай домбыраларына. Оған енді күйлер кетеді, енді жақсы орындалады. Күйлердің шығуы күмбірлеп осы домбыраның жаңағы жасалуына, сосын ағашына байланысты. Жігіттің неменеде жақсы нағашыдан, домбыраның жақсы ағашынан дейміз. Ағашынан деп айтылатын содан келер. Сөйтіп жаңағы домбыраларды мен мынау музыкальный школда 50 жылдай істедім ғой. Иә. Балдар келеді кішкентай. 9 жасар, 8 жасар. Ең алғаш түскенде. 5 жыл оқиды ғой. Мынандай мына домбыра үлкен қылады олар. Қолы жетпейді, басуға да әлі жоқ. Соның бәріне мен бір өзімше не жасадым, тәжірибе. Осы жерде Сыздық деген бірінен мастерді кездестірдім ол кісімен. Сөйтіп айттым, бұл домбыраларды әртүрлі қылып жасау керек. Ана балдарға арналған домбыра керек. Емін еркін игеру үшін. Сосын орта буын бар жаңағы. 3-ші, 4-ші кластарға. Оған арнап жаса. Сосын үлкен домбыра, мынау енді бұл үлкендерге ғой, жаңағы бітіретін 4-ші, 5-ші кластарға арналған. Сөйтіп мынаның размерлері болады өзінің. Менде кейіннен білдім. Мына екі ортаны, мына кіші тек, шайтан тек, мына үлкен тек. Ненің арасы, перненің 48 сантиметр. 48 деп атайтын сол. Сосын мынада одан қысқалау болады, 46 деп аталады. Одан қысқалау 44. Кішкентай балдарға арналған. Соны істеп ол да жұмыс жүре бастады, оның да шеберлік аса бастады. Сөйтіп қамтамасыз еттік музыка школдың оқушыларына. Сөйтіп ол жағдайда бар бұны. Сөйтіп оны дамыттық. Дұрыс, мынау әлеге бір ғана күй арқылы адамға жалпы қандай ой немесе сезім жеткізуге болады? Енді күйдің құдіреті деп жаңағы Аққуды да айтып кеттік, Иә. Менің өзімнің күйім болса ана құдіретім. Ол аналарға арналған. Ана деген ол қасиетті. Ешқашан ол естен шықпайды ешкімнің. Бәрімізді ана жаратқан, анадан өмірге келгенбіз. Сол қасиеті сақталады деп ойлаймын. Әр күйдің өзінің несі бар, тарихтары бар. Жеке-жеке сол тарихына байланысты. Енді әлеге тағы да кезекті бір күйге берсек, ол күй Тәжікстан таулары дейді.
Енді осы Тәжікстан таулары жалпы егер сізге бір ғана күймен өзіңізді таныстыру керек болса, жалпы қандай күйді таңдар едіңіз? Осы сіздің жаңағы туылып өскен жеріңіз Тәжікстанда, осыдан бастасаңыз. Иә, енді сәл арадан бастайын. 30-шы жылдары, нәубет жылдары, жаңағы Глашекиннің басқарып, колхоздастыру, ұжымдастыру, байлардың бәрін жаңа конфискация жасап, өздерін айдатып жіберіп, жаңағы или атып тастап, түрмеге қамап, сол жылдары көшті бәрі. Бүкіл халықтың бәрі, мынау Моңғолияға, Қытайға, мына жаңағы Ауғанстан, Иранға дейін мына батыс елдерінде көшіп кетті. Сөйтіп сол көшіп жатқан кезде біздің әулетімізді де көшіпті. Оны НКВД дейді, күнде жоспарлап отырады екен. Ертең кімді жоспарлап? Ертең пәленшені конфискация жасаймыз. Бәрі тіркейдегі малы қанша, несі қанша, кім ол, тарихын бәрін зерттеп. Сол түнде келіп бір құда бала сол жерде істейді екен, жаны ашыған болу керек. 2-ден кейін осы түнгі келіп жиналыс бітті, ертең сіздерді неге қойды депті, конфискация жасауға. Дайын отыр екен, айналайын рахмет деп. Ол кезде түйе арба ғой, қазір бар екен. Артып әйтеуір киіз үйлер көшіп кетіппіз, әулетіміз. Сол көшкені мына Қырғызстан, Ошқа барады, Оштан Тәжікстан, Өзбекстаннан Тәжікстанға көшеді екенбіз. Мен өзім Өзбекстанда туылғам, Әндіжан облысы, Асекеде, 47-ші жылы. Сосын Тәжікстанға көшіппіз. Сол жерде 1-ші класстан 6 классқа дейін өзбек классында оқыдым. Қазақ мектебі жоқ ояқта. Өзбек, тәжік. Тәжік вообще басқа тіл екен ол. Мына өзбек тілі бізге жақындау деп соны оқып, 61-ші жылы көшіп келдік қой. Соның мен балалық шағым ерекше өзіме әсер етеді. Соған арна бір күй шығарғаным жаңағы сол Тәжікстан таулары деп қойдым. Күргім тау жатқан. Ашсайға келеді, ұқсайды Ашсайға. Ол жерде де рудник болды, полиметалл шығарған шақты. Ағаларым, әкемнің інілері бәрі сол жерде істеді. Осы тағы маған кетпей қойдым, балалық шағым. Сөйтіп сол осы күйдің шығуы сол Тәжікстандағы өмірімізге арналады. Жалпы бұл күйіңіз қай жылдан шықты? Ал шығуға келсек, ол кейіннен шықты. Кейін шықты. Осы 5 жылдың көлемінде. Енді туған жерді аңсап, өскен жеріңізді аңсап шығарғасы ғой енді. Солдай. Дұрыс. Енді Әлімбек аға, егер мысалы тыңдарманға өзіңіздің бір ғана күйіңізді ұсынсаңыз, қай күйіңізді ұсынар едіңіз? Енді сізде осы бір 5-6 емес қаншама күйлеріңіз бар, соның қайсысын ұсынар едіңіз? Мен көбінесе жиылған адамдардың несіне қараймын. Үлкен буын ба, жас буын ба, үлкен кісілер ма, ақсақалдар ма. Соған қарай, күйімді соған қарай не қыламын. Бір күй болса да, соларға арнап тартамын. Аналар туралы жиналған болса, солай. Кореялар жиналып жатса, ал енді мынау былтырғы не болса да, анау Кентаудың 70 жылдығы қала өзінен өзі құрылған жоқ қой, Бесеке. Сол кісілердің арқасы ғой, ағалардың арқасы. Дұрыс, біз ол неге де келеміз қазір. Жалпы мынау күй кешегі күннің естелігі емес, күй бүгінгі рух деп айтамыз. Ертеңгі ұрпаққа аманат. Домбыра үнсіз қалмасын десек, өйткені қазақтың жүрегі соққан жерде күйде өмір сүре береді. Әлімбек аға, сіздің шығарған күйлеріңіздің өзіңіз ұстаз болсаңыз да, ұлы ұстаздарға арналған күйіңіз бар. Оны жақсы білеміз. Ол күй ұстаз келбет деп аталады.
күй жалпы кімдерге арналған? Өзі айтып тұрғандай ұстаздарға арналады. Өзімнің ұстаздарым, жалпы ұстаздарға. Мен өзім ұстаздық жұмыс атқардым. Біздің үйдегі апайым да ұстаз, ағылшын тілі маманы, білесіз. Ал ұстаздың орны бөлек. Осылай есептеймін. Ұстаз болмаса білім қайдан болады? Біз қалай дамимыз? Білім болмаса. Сол ұстаздарға арналдым. Иә, мен жаңа ұстаздарымның шет жағын айтып кеттім ғой жаңа. Сүйіндік Самар, Сүйіндіков деген, Жұманалиев, Саламат деген болды. Алғаш кішкентай бала кезімнен. Одан кейін мынау Чайковский атындағы саз колледжін бітірдім. Ол жердегі ұстаздарым, консерваторияны оқыдым. Ол жерде де үлкен ұстаздардың қолынан өттік. Қабидолла Тастанов профессор, Құбыш Мұхитов деген ағаларымыздың қолынан өттік. Сол ұстаздарға арналған күй енді бұл. Дұрыс. Мынау енді құрметті тыңдармандар, әр күйдің артында бір тағдыр, бір адам, бір өмір жатады. Әлімбек аға былтыр Кентау қаласының 70 жылдығын атап өттік. Осы атаулы датаға арнап сіздің ағалар асуы атты күй шығарғаныңызды жақсы білеміз. Жалпы мынау ағалар асуы күйінің туына қандай оқиға себеп болды сізге? Иә, Кентау ең менің сүйікті қалам. Шындап келгенде. Мені жеткізген де осы қала, өсірген де осы қала, білім берген де осы қала, үйлендіріп бала шағалы болып дамығаным бәрі осы қаланың арқасы деп есептеймін. Әрине бұл қаланы мынау комбинат Ашполиметалл деген болды ғой біздің осы қаланың ең негізгі тұтқасы. Сол жерде 12 мың адамдар істеді ғой. Ағаларымыз. Мынау экскаваторный заводта 5 мыңдай ағаларымыз жұмыс істеді. Трансформаторный заводта 3 мыңдай ағаларымыз жұмыс істеді. Бұл сол ағалардың арқасында тұрған қала деп есептеймін өзім. Міне қандай керемет қала. Ал енді бұл қалаға атақ берген Әуезов, Қаратау Тәж деген атақ беріп кетті ғой. Ол да бекер емес шығар деймін. Қандай ол адамдардың бекер емес. Сол қаламыздың міне
керемет былтыр 70 жылдығын үлкен деңгейде атқарып өтті. Осы қала басшыларына, облыс басшыларына үлкен рахмет айтым келеді. Жарлы жағына жаңағы көрсете білді. Халқымыз үлкен бір деңгейге көтеріліп қалды, былай қарасаңыз. Дұрыс, мынау енді жалпы айтқанда осы ағалар асуы күйінің қалай таңдалды? Бұл шығарма нақты бір тұлғаға арналды ма, әлде жалпы мынау осы қаланы салған, қаланың өсіп өркендеуіне атсалысқан азаматтарға, ағаларымызға арналған ба? Жалпы мынау күйді жазу барысында қандай сезімде болдыңыз? Және сонымен қатар осы күйді былай көрермендерге бір айтып берсеңіз, өмірге әкелген сәтті бүгін қалай еске аласыз? Мына қаланың 70 жылдығы көп әсер етті маған. Мұны қай жағын мен күйге енгізсем, күй арқылы берсем халыққа, қай жағын айтсам, енді ойлана келе жаңағы ағалардың арқасы ғой енді салынған. Осы ағалардың арқасында қала болды. Сол ағаларға болсын деп ағаларға арнадым. Осы міне қаламыз әлі гүлденіп келе жатыр тағы да. Ағалар айтқан жаңағы рахметім болсын, не болсын деп осы күйді ағаларға арнадым. Сол енді себебі. Керемет. Мынау енді жалпы былай айтқанда қазақтың қара домбырасы ұлттың жүрегі деп айтамыз. Сол жүректің үнін өмір бойы әлдилеп келе жатқан өнер иесінің әңгімесіне бүгін біз куә болдық. Бүгін біз күйді ғана емес, күйдің иесін таныдық. Өнерді ғана емес, өнердің ар жағындағы адамды көрдік. Бұл сұхбаттың ең үлкен түйіні, күй өмір сүрсе, қазақтың рухы да өмір сүре береді. Аға, бүгінгі күйдің тарихы, өнердің қасиеті, өмірдің мәні туралы терең әңгіме өрбіді деп ойлаймын. Енді сұхбатымызды қорытындай келе, көрермендерімізбен жалпы мынау жастарға, жас домбырашыларға, болмаса мынау қазіргі таңда өсіп келе жатқан жас күйшілерге айтар жүрек жарды тілегіңізді айтып кетсеңіз. Рахмет. Күй өнері, домбыра. Мынау 8 жылдай болды ма, ұлттық домбыра күнін белгілеп берді президентіміз. Оның бәрі бекер емес. Біздің елді танытатын өнері, білімі, тілі, оның ішінде мына домбыраның алатын орны бөлек. Мынау шағын ғана ініміз Димаш Құдайберген бүкіл елге танытты ғой. Бір сала ән арасында күйді тартқан кезде жұрттың бәрі деген жылап жіберді ғой көбісі. Қазақтың кім екенін таныды дейсіз. Сол түсіндіре білді домбыраның құдіретін. Түсінді халық. Қытайда қандай жылады. Бүкіл елге барған жердің бәрін дүние жүзіне танытты. Дүние жүзіне танытты десек, ол қателеспейміз. Мына жастарымызға айтатыным, Қадыр Мырзалы ағамыз айтады ғой жырында. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Қазақ өзі қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтып кетті. Міне, қазақ кім, домбыра кім? Екеуі бір нәрсе. Бірін-бірі қолдап, бірін-бірі дамытатын қасиетті домбыра ғой бұл. Сол сияқтан домбыра бұрындары әр үйде болады екен домбыра. Ілулі тұрады екен. Кісі келсе 2-3 домбыра тұрады екен. Кішкентай балаға шағын ғана домбыра, орта буын, сосын үлкен домбыра болады екен. Бүйтіп қарап. Ол біле қояды екен, келген адамда жаңағы білетін домбыраны танитын адамдар ғой. Жаңағы мына домбырамен тартайыншы десе, тартып жаңа болып жетіп жүгіріп келеді бір қыз. Менің домбырама кім тиісіп жатыр деп. Көрдіңіз бе қандай? Әрқайсысына арнаған домбырасы болады екен. Сол сияқты домбыралар әр шаңырақта ілулі тұрса деймін. Бәрекелді. Киелі ғой. Өнердің туы деп есептеймін осыны. Рахмет. Мына енді қадірлі көрермен, бүгін біз күй туралы ғана емес, қазақтың рухы туралы әңгімелестік. Өйткені күй сөзсіз сөйлейтін тіл. Үнсіз сырласатын шежіре.
жалпы мынау домбыраның қос ішегінде халқымыздың тарихы, тағдыры, қуанышы мен көз жасы, жеңісі мен үміті Иә. жатыр жалпы былай айтқанда. Ата бабамыз өнер ұлттың жаны деген, сол жанды тірі ұстап тұрған біздің мынау күйлеріміз. Күй бар жерде рух бар, рух бар жерде елдік бар. Сондықтан қара домбыраны төрден түсірмейік, оның үнін ұрпақтың жүрегіне жеткізе білейік. Жастарға айтарымыз, мынау заман өзгергенімен тамыр өзгермеуі керек. Тамыры терең ағаш қана дауылға құламайды. Сол сияқты ұлттық өнерін, тілін, дәстүрін қадірлеген ұрпақтың болашағы да берік болады деп айтамыз. Әлімбек аға әрбір орындаған күй арқылы халқының жүрегіне бір сәуле, бір ой, бір үміт сыйлай алса, өнердегі мақсатының орындалғаны деп білемін. Өнер атақ үшін емес, аманат үшін қызмет етеді. Ал сол аманатты келер ұрпаққа жеткізу бәріміздің ортақ парызымыз. Бүгінгі әңгімемізді тыңдап бірге болған барша көрермендерге шын жүректен рахмет айтамыз. Әр шаңырақтың домбыраның үні естілсін, әр қазақтың жүрегінде күйге деген құрмет мәңгі сақталсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз бекем болсын. Қасиетті қара домбыраның қоңырауы ешқашан үзілмесін. Мынау Әлімбек аға бүгінгі сұхбатымызға келіп, өзіңіздің күйлеріңізді тартып, мынау тыңдармандарға, қала халқына, жалпы мынау барша қазақ халқына деген ниетіңізді, мынау күйлеріңізді орындап бердіңіз. Енді сізге көптен көп рахмет. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік. Рахмет сізге. Рахмет. Мынау енді құр үйден құр шықпа деген бар. Мынау біздің дәстүр студиясының өзінің арнаулы жалпы мынау руханият орталығының, оның ішінде жаңа басшыларымыз сізге деген құрметі үлкен. Мынау енді шапанымыз, жаңа өзіңіз айтпақшы, Абайка. Абай киген де. Иә, Абай киген деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Киелі. Мынау енді неғылмасаңыз да бір көрсетіп, бір неғып қойайық. Көрдіңіз ба? Келіңіз. Опа. Үстіңге білейін. Жарайды. Мінекей. Ой, рахмет. Мінекей. Мынау енді ішінде енді жасыңыз ұлғайып, мынау намазға жығылсын деп, намазды ұмытпасын деп, онда неғылып отырмыз. Құда қаласа. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Рахмет.